Жазды күні уже 2 рет шақырасың, потому что она бұзылып қалады уже. А жазда уже и несі көбейеді ғой, расходы, да? Потому что жазда душта қабылдайсың, ана еще айнып кетеді, уже слизистый болады, ол бочка ғой, күн ыстық ана жерде, да? Ол бізде 4 тонналық, да? 4 тонналық. Такой расход. Жұрттарда вообще ондай бочка жоқ. Ондайда бочка жоқ. Оларда кішкентай, олар постоянно шақырып тұрады. Ал қысты күні біз, мысалы, жетпей қалған кезде, бізге 6000 теңгеге құйып келеді. Потому что қысты күні жолдарын жаман дейді, лай дейді, бүйтіп айналып өту керек біз, оның бәрінің расходы бар деп 6000 теңгені құяды. Жазды күні 4500 теңге құяды. Енді қысты күні сөздің шындығын айтайық та, қысты күні біз почти мына жерде шомылмаймыз. Суды біз кипятильникпен, тефаль чайникпен ысытамыз. Жуыну үшін, бет қолымызды жуу үшін, қолымызды жуу үшін андай умывальник бар. 4 умывальник дейді ма? Бұрынғы умывальник. Бұрынғы СССР сияқты тұрып жатырмыз. Кір жуу үшін суды тасимыз. Сонымен 2 жылдан бері біз полуавтоматпен жуатын едік. Полуавтоматпен онша қысты күні киім кеппегесін. Қазір енді амалын тауып, мотор қойып, бочкаға суды тасып аламыз, мотордан тартып, сонымен кірді жуып береді.